Қарақалпақтар көп телевизор көріп жатыр. Тамашагөйлер телевизор алдында күніне 4 сағаттан көп уақыт өткізіп отырған екен. International Media Service компаниясы Өзбекстан көлемінде адамдардың телевизор көру бойынша анализін ұсынды. Зерттеу азанғы 7-ден түнгі 12-ге дейін 6 жастан 54 жасқа шейінгі адамдар арасында өткерілген. Мағлұматларға қарағанда адамдар уақыт өткен сайын телевизор көп көріп жатыр. Мысалы, осы жылдың апрель айында орташа тамашагөй экран алдында 4 сағаттан көп уақыт өткізген. Бұл өткен жылғы апрель айына салыстырғанда 16 минутқа көп. Одан басқа май айында телевизор көрілуі 9 минутқа, январь айында 10 минутқа, һәм февраль айында 12 минутқа көбейген. Тек қана март айында 26 минутқа кем көрілген. Һәм айларда да март айында ұқсап, көрсеткіштер төмендегенде зор болады. Және де телевизор тамашагөйлерінің 51% әйелдер, 49% еркектер екенлігі анықталған. Тамашагөйлердің ең көп көретұғын заты бұл сериал һәм кинолар екен. Олар барлық контенттің 39%-ын иелеген. Екінші орында болса музыкалық шоулар һәм күйеулашар программалар. Әр қайсысы 12%-тен. Бұл мен үшін расы ашынарлы. Халқым, телевизор көргенше контентті интернеттен көрің. Интернетте сапалы һәм пайдалы контент көп. Һәм де интернетте пропаганда аз. Сіз бұл жерде әр қилы көзқарастарды ұшыратып, өз көзқарасыңызды рауажландырасыз. Айтпашақ, International Media Service компаниясы өзін ғарайсыз медиаселлер деп атайды. Апуайы түсіндірсек, сіз ТВ һәм радиоға реклама бере жақ болсаңыз, осы компанияға хабарласыз. Содан кейін бұл компанияда соған ұқсас мағлұматлар бар. Бүгінге осы хош сау саламат болың.